Ежелгі Грекияның ең көрнекті философтарының бірі Сократ болған. Ғарыш пен терең онтологияны зерттеумен айналысқан өзіне дейінгі ойшылдарға қарағанда, Сократ адам мәселесіне үлкен көңіл бөлді. Сондықтан адамның ішкі әлеміне түбегейлі бетбұрыс Сократпен байланысты. Грек қоғамындағы Сократқа деген көзқарас екі ұшты болды. Біреулер оны данышпан, ал біреулер қарапайым сөйлейтін және шарлатан деп санады. Шынында да Сократ Афина көшелерін аралап тұрғындармен сөйлесті. Сонымен бірге оларға өте өткір де даулы сұрақтар қойды. Осындай сұрақтардан афиналықтар абдырап қалды. Сократтық диалогтар өткір моральдық, саяси, әлеуметтік және діни тақырыптарға бағытталды.